Біздікімен санаған кезде 6 миллиард 500 миллион ақша. Әріптестер, ойлаңыз, үлкен ақша. 6 миллиард 500 миллион ақша. Мен әрдайым оны не үшін айтамын? Біздер осы өзімізде бір осындай бір проект ашылатын болса, халықты на бумажку тіркейді де, соның жинаған ақшасынан сайт жасатады бірінші. Одан кейін барып өнімге заказ береді. Сайттың өзін 3-4 ай күтеміз, өнімнің өзін 3 ай күтеміз, жыл жарым, сол бір жарты жыл бойы сол компанияның манағы ашылуын күтіп жүреміз. Ал бұл жақта сол шарт критерияға сай келгендіктен рұқсат берген. Енді қараңыздар. Основатель Хубей өлкесінің депутаты бұл кісінің әкесі ашқан, қазіргі таңда баласына мұра болып қалған. Джимон Груп корпорациясы қазақша мағынасы алтын бәйтерек деген мағынаны береді. Енді 33 жылдық жас компания, бірақ 1,5 ғасыр, 3 ғасыр, 3,5 ғасыр, 4,5 ғасырлық компанияны түбегейлі сатып алған. Әріптестер, серіктес емес. Әсіресе қонақтар, тыңдап алсаңыздар. Мыналармен серіктес емес. Джимон Груп корпорациясы мұның бәрін түбегейлі толыққанды сатып алған, өз қарамағына алған. Бұл компаниялардың барлығы кәдімгі шөптен адамның ағзасына пайдалы керекті өнімдердің барлығын шығарған. Түбегейлі. Осының барын түбегейлі сатып алған. 33 жылдың ішінде Джимон Груп корпорациясында бар жоғы 22 өнім ғана бар. Ойлаңызшы, 33 жылдың ішінде. Мен сондай бір Қытайдың заводтарын білем, ашылғаны кеше 5000 номинацияда бақи-шықи заттар шығара береді. Джимон Груп корпорациясы тек қана сапаға қарайды. Бұл жақтағы өнімнің барлығы қазіргі тілмен айтқан кезде квантовый медицинамен жасалған. Бұл жақтағы өнімді адам ішкен кезде айлап ішпейді, жылдап ішпейді. Продукттың сіңімділігі, молекуласы бірлігі өте жоғары продукттың компанияның. Сол себептен де бұлар қатты сапаға қатты жұмыс жасайды. Компанияның өзінің 90 ученый бар. Қолыңызға бір коллаген сатып алсаңыз, карандаш сатып алдыңыз, мозговой сатып алдыңыз, ол өнімді жылдан жылға разработка жасайды. Ойлап қалмаңыз, қазіргі составпен қатып қалады екен. Түсінікті ғой. Олардың задачасы адам денсаулығына пайдалы өнімді шығару. То есть халық үшін, игілік үшін ашылып жатқан үлкен корпорация. Бұны сіздер ертең өздеріңіздің компанияның жүрегін көруге Хубей өлкесіне барасыздар, сол кезде мойындайсыздар, не деген масштаб екен. Қазір мен ол видео барысында көрсетемін. Бүкіл здания, лаборатория, өзінің частный қонақ үй, өзінің 5000 адамдық конференциясын залының бәрі компанияның өзінікі, не арендован, компанияның өзінікі. Тек қана Хубей өлкесіндегі. Ал Шучинг па, қалай? Тілім келе бермейді. Қытайда, Шучинг. Да? Сол жақта да компанияның алып заводы бар. Өзінің конференциялы. Ол жаққа алдағы уақытта барамыз, 60% шыққан партнерлардан алып барам деп уәде беріп қойған. Ол жақ ана біздегі ана Аватар киносын көрдіңіздер ме? Тауды. Сондай табиғаты керемет жер, ол жаққа міндетті түрде барамыз. Алла болса осы компанияның годовщинасын ашқаннан кейін. Мына жер түсінікті ғой. Енді қараңыздар. Сертификат маңызды біз үшін. Қазақстанға, Өзбекстанға, Қырғызстанға официально ашылды. Компания Қазақстанда официально ашпасаң ешкім жұмыс жасаттырмайды. Бізде Қазақстанда қарапайым бар ғой, сіз бір элементарный бір зат сату үшін ИП ашпасаңыз, сізге қазіргі таңда еркін сауда жасаттырмайды. Тура сол секілді үлкен корпорация келіп отқан кезде ол Қазақстанға официально тіркеліп өз жұмысын бастаған. EAC бүкіл СНГ бойынша сатуға рұқсат етілген қағаз. Сертификатты біз не үшін алдырдық? Біз компания келген бойда халал сертификат беретін холдинг компаниямен біз сөйлесіп, осы кісінің аудит жүргізетін адамдары біз Пекинге жібердік, Пекиннен компанияның басшылары күтіп алып, осы Хубейдегі Ангу қаласына алып барып, 1 күн жарым толыққанды аудит жүргізді. Не үшін жүргізді? Халықтың денсаулығына зиян болмайтын, бір сөзбен айтқанда зиянсыз өнім бе, әлде зиянды өнім бе, соны тексеру барысында. Зиянсыз болса, то есть жәндіктердің өнімдері қосылмаса, ол халал сертификат сол үшін беріледі. Халал сертификат не үшін керек? Бізде қазіргі таңда Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан қатты дамып жатыр. Команда. Өйткені ол жақта мұсылман еді. Бірақ мен сіздерге айтайын, халал сертификатты Америка, даже Германия сатады. Ол жақта да мұсылмандар көп. Сондықтан бұл маңызды құжаттың бірі болды, біз үшін керек болды. Енді қараңыздар. Продукты барысын айтпай ақ қояйын. Өздеріңіз білесіздер ғой, бірақ қонақтарға мен тек жеке-жеке айтып өтейін. Мына тұрған спрей, бетке шашатын спрей. Ол бүрікпе су деп аталады, қазақшасы. Адамның жасы ұлғайған сайын еті сүйегінен ажырай бастайды екен. Адам жасы ұлғайған сайын. Сіз косметологқа барсаңыз, косметолог бірақ нәрсе айтады екен. Бетіңізге күтім келіп, біріншіден, екіншіден бетіне укол салам дейді. Бір укол 65 мыңнан бастап 200 мыңға дейін қымбаттай береді. Оны 6 айдан бір салып тұрасыз, пептидный укол.
мынау тура сол пептидный коллаген 70% пептидный өнім, органикалық өнім. То есть басқа компанияларда бетке шашатын осындай бір көз спрей бар, бірақ ол пептидный коллагеннің тек қана сығындысы ғана бар. Ойлап қалмаңыздар, біздікінде 70% органикалық өнім емес. Иә? Осы өнімді шашқан кезде, 10 минуттың ішінде адамға күшті результат береді. Мен 18 адамның бетіне шашқам, 15 адамдардан сатып алған өнім. Спрей өте күшті өнім. Бұл ер адамдарға өте күшті. Біз ер адамдар өмір крем жақпаймыз. Ночной кремді аламыз, бір жыл бойы көгеріп қалады ол айнаның алдында. Сен кешкісін ғана жатар кезде жағамыз дейміз ғой. Ол жастыққа шаштарына біз білмеймін, желкем жаға алмаймыз. Мына спрей өте күшті. Таң намаздан кейін, кешкі жатар кезде өте күшті. Мен өзім қатты жақсы көремін мына спрейді. Сондықтан мына спреймен, мен сіздерге историясын айтамын. Мына бірақ спреймен менде қазіргі таңда Өзбекстан и Россияда үлкен команда құр. Оның историясын айтамын. Екінші, пептидный коллаген. Қазір оны қонақтарға демонстрация барысында жасаймын. Таза тоже. Бір қалтасының өзі 10 грамм болса, соның 7 грамм, почти 70% пептидный коллаген. Бұны ішпей тұрып демонстрация барысында екі аяғыңызды біріктіремін де, қонақтарды қазір мен басам. Сізде баланс жоқ, сіз құлайсыз сылқайды. Мынаны ішкеннен кейін 3-5 минуттан кейін сіздің бүкіл телаңыз активировать. Даже артчаңызда позвоночник дейді, бүкіл жұлындарыңызға дейді. Активировать етілгеннен кейін мен апамды қайтадан қоямын, апамды мен екі қолдап баса алмаймын. Неге? Өнім өйткені күшті. Целый день активировать етілесіз. Не үшін? Бізді адамның бойында не үшін баланс болмайды? Мына телефон радиациясы өте сұмдық. Мен сіздерге айтайын, талдырып түсіреді. Бірақ мынаусы бізде шалбамыз бітпей жатыр, амал жоқ. Бірінші алло деп біреу звондаған кезде алло деп біреу айтады ғой, сол кезде кішкене телефонды алыстаған абзал дейміз. Алғашқы радиациясы сұмдық соған, негізі. Сондықтан мына телефонның радиациясын өзі бүкіл баланс, то есть мына біздің балансымызды күнделікті құртып жүрген осы бәле. Бірақ онсыз тағы болмайды. Оны түсініп отырсыздар. Сізге осы өнім келді. Енді қара, өзімізде жоқ болмаса, ағайын туысқан балаларда бар. Қанша инсулин алып жүріп, сахарный диабет келді. Мен қанша адамда бар, 8-ден 1-5-ке түсірген адам бар. 30 барысында. Қаныңыз қою болатын болса, қаныңыз қойыңыз. Даже жүрек қағысыңыз болсын, кожаңыздың проблемалары шыға бастайды. Бұл өнімнен. Сондықтан қаны қою адам, сахары бар адамдарға, жүрегінің стенті бар адамдарға бұл өте күшті. Ал мына тұрған май ыдырататын өнімнен 2 талын қазір сізге берейінші, тамақтан кейін ішіңізді. Екінші күні мына өнімді келесіде сатып аласыз. Неге? Өйткені адамның жүрегін май басса, адам әлсірейді. Адамның бүйрегін май басса, күш қуат азаяды. Адамның бауырын май басса, я зрение назарады, я кожамда проблема бола бастайды. Мына өнім сонысымен күшті. Статистика бойынша алдында естідім, Қазақстанда шөп шалаңды жеуден тек қана 10% қана жейді екенбіз. Шөп шалаң деп салатқа. Мен өмірімде салатты шөп шалаң жемейді екенмін. Кейін үйреніп жүрмін. Біздікі ана мясной салат, оливье салат, картошка қосылған сондайды жақсы көреміз ғой. Сөйтсе бұл қазақтарда біз мұнаның бәрі тек қана шөптен, дәрі-дәрменнен жасалған өнім екен. Тамақтан кейін 2 таблетка ішесіз. Адамның бауыры күніне тек қана қанша грамм деп май ғана қабылдай алады екен. 25 грамм ғана май қабылдайды. Біз деген рожкиге де май қосамыз, бауырсаққа да май қосамыз. Бізде деген ана бауырсақтың иісін приятно ғой бізде. Күніне мен қаншама беляши жеймін отырып. Соған байланысты өнім сонысымен күш. Ал мынау денедегі және сүйектегі суытты шығаратын өнім. Қытайлар ауру 2-ақ нәрседен келеді. Бірінші қаның қою болған кезде, екінші денеңді суып қалған кезде. Ол ауру осы 2 нәрседен келеді. Сол проблеманы шешетін өнім бар, ол ағза тазалайтын өнім. Комплекс. 167 мың теңге тұрады, осы өнімді аласыз.
Ақшаңызды бір апта тазалайсыз, бірақ ойлаңыз, 167 мың теңгеге сатып аласыз, мына өнім бір аптаға ғана жетеді. Енді бір аптада 167 мың теңгені ішіп қойып жалко. Мен басында қимадым өзімше. Осы нәрсе. Оны 167 мың теңге алады екенсің, бір аптада ішіп тастайды екенсің, жоқ қой мұны. Артынан түсінді, өнім квантовый медицинамен жасалды. Адам бір аптаның ішінде колоссальный результат алады екен, ойлаңызшы. Бір аптаның ішінде. То есть осы уақытқа дейін зрениеңізде проблема болды, бауырыңызда проблема болды, қан айналуыңызда, псориаз, витилиго, қандай күшті результаттар бар. Тек қана Алматыдан бұрын біз осы Сайрагүл ханым бабамыз біз бастаған кезде Үрімшіге Құлжата қазақтардың отзывтарын көрсетіп бастағанбыз. Айтатын результат болмағанбыз. Қазір өзіміздің командамызда күшті результаттар бар. Сондықтан айтамын, екі адам шақырғаннан қара бет болмайтын бизнесте. Кімнің осы бетін жыртып біреуге продукт лақтырып кетті ал айтыңыздаршы, продукт жұмыс жасамайды. Жоқ қондай. Продукт өздігінен сөйлейді. Мен соның үшін айтамын, бұрын мен осындай сетевой бизнеспен айналысып, тек қана маркетингтен хабары бар адам шақырып, апа маркетингтен хабарың бар ма деймін. Жоқ десе, апа онда сіздікі емес деп өтіп кететін. Неге? Продукт өткені күшті ма? Продукт өздігінен сөйлейді. Ардақ ханымның айлық табысы қазіргі таңда өте күшті. Өте күшті, 45 миллионнан жоғары табады. Бірақ тапқан табысының 70% потребительдер, тұтынушылар дейміз ғой. Жұмыс жасамайды ана кісілер. Продукты өтіп қалады, просто өзі үшін заказ береді. Ойлаңыз, енді 45 миллион теңгенің 70% примерно 30 миллион теңгені тек қана тұтынушылар береді. Күшті ма? Күшті ғой. Апам жұмыс жасамайды, бірақ семьясымен заказ береді. Тәтем жұмыс жасамайды, семьясымен заказ береді. Неге? Продукты керек. Ол бізден алпаса да, ол барады да сол болмайтын өнімді барып алып сатып алып ішіп жүр. Адам өзінің денсаулығы үшін аямайды ғой. Бірақ біз жік-жігімен түсіндіретін маркетинг план келді, продукты келді, сол үшін де халық жақсы қабылдап отырды өнім барысында. Түсінікті ғой. Бірақ осы өнімді ішкен кезде бір апта бойы фрукты жемейсіз, шай ішпейсіз, тамақ ішпейсіз. Күніне салмағыңызға байланысты 3-4 литр жылы су ішесіз. 3-4 литр жылы. Мына зығыр бидайы 3 мезгіл ішесіз, 400 сағат сайын тойымдылық береді. Коллаген целый день активировать етіледі. Денеңіздің, плавойыңыз, жаңа балансыңыз ұстап тұрыр. Ағзаңыз тазаланған кезде тәте өте өзіңізді күшті жеңіл сезінесіз. Бір аптадан кейін. Ал Қытайлар бұны 3 айда бір, 5 айда бір ішеді екен, осы қайталап тұрады екен. Не үшін десем, әр адамда өзіңізде машина бар. Мысалы, бәрімізде де машина бар. 8 мың, 10 мың пробегтен кейін машинаның моторын майын ауыстырмаса, моторға зақым тиеді. Дұрыс қой? Дәл сол секілді адам ағзасын тазалап тұру керек екен, 3 айда бір, 5 айда бір. Біз қай кезде тазалаймыз? Ораза ұстаған кезде ғана тазалаймыз біз. Ағзаны. Бірақ ауыз ашар кезде ерікті беріп қоямыз. Әңгіме жоқ. Потому что дастархан гүл болып тұрады, вариант жоқ. Бір ай бойы қонақтасың, мен ораза айын күшті көретін сондықтан бір ай бойы қонақтықта жүресің, өте күшті да. Бүкіл туысқаныңмен араласып, туысқаның күшті екен ғой деп бір-біріміз танып қаламыз. Бірақ бір айдан кейін бір жыл бойы араласпаймыз оразадан. Уақыт жоқ. Сондықтан да мына өнім күшті. Иә? Мына жерде түсінікті ғой продуктыңыз. Енді маркетингке тоқталамыз. Бірақ мен сіздерге айтайын. Денсаулық керек, өнім керек, бірақ ашығын айтайын. Ақша үшін келіп барлығымыз. Маған ақша керек емес дейтін адам жоқ, кемде келіп. Ақша керек емес болса, күніне 8 сағат уақытымызда 80 мың айлыққа, 300 мың айлыққа сатпас едік, рас айтамын. Ақша керек емес болса, традиционный жұмыста таңертең 8:00-де бар, кешкі сағат 18:00-де қайтпас едік. Сондықтан мына продуктыны сіз накопитель істеген партнерлар бар шығар, бірақ бұл маркетинг жүйесі классика накопитель. То есть бірнеше түрлі табыс
кірген кезде өміріңізде бір-ақ рет қана ақша саласыз, 30.075 теңге. Одан кейін бұл компанияға еш уақытта ақша салмайсыз. Басқа компаниялар секілді ай сайын хотя 15 пивиға активат жасап тұр, немесе личниктарға активат жасап тұрсын деген шарт қоймаған. Компания сонысымен күшті. Бірақ салған ақшаңызға боздық сатып алмайсыз. Бірінің артынан бірі келсе де, жалпы товарооборот 141.000 теңге болды ма, әрқайсынан 10% аласыз, және 20% дәрежеге көтерілесіз. Түсінікті ғой? Немесе 475.000 теңгенің товарообороты болып, немесе бір адам 475.000 теңгемен 30% дәрежемен тіркеледі, оны шақырған адамда 30%-ға, сізде 30% дәрежеге көтерілесіз. Маған бұл компанияның қатты ұнағаны айтайын ба? Бірінші классика накопительный, екінші вход доступны, үшінші үлкен пакетке еш уақыт ақша салып апгрейд жасамайсыз. Маған осы қатты. Басқа компанияда минималка $100 тіркелесіз, повторно сіз $1000-ға, $1500-ға сіз үлкен пакетке апгрейд жасайсыз, тапқан табысыңызды қайтадан саласыз. Бұл жақта ондай нәрсе жоқ. Енді қараңыз, 1.700.000 теңге товарооборот жасаған кезде сіз 40% дәрежеге көтересіз. 40% дәреже дегеніміз ол 1.700.000 теңгенің пакетін сатып алу керек. 40% дәрежеге шығу үшін. Бұл жақта товарообороттың бәрі накопительный. Команда бір күнде 20%-ға, 3-4 күн ішінде 30%-ға, бір апта 10 күн ішінде 40% дәрежеге шығады. Кешеде біз партнерларды құттықтап жатырмыз. Бір аптаның ішінде 40% дәрежеде. Каждый партнерларымыз. Енді қараңыз, 17 миллион товарооборот болған кезде 50%-ға, 20 миллион теңге товарооборот болған кезде 60% дәрежеге шығасыз. Мынаның барлығы товарооборот накопительный. Ойлап қалмаңыздар, ай сайын осы товарооборот. Бүкіл товарооборот накопительный. 60% дәрежеге шығу үшін компанияға уақытқа шектеу қоймаған. Ограничение жоқ. Ойлап қалмаңыздар. 2 айдың ішінде шықпасам күйіп кетеді екен товарооборот. Қаласаңыз 4 айда шығыңыз, қаласаңыз 6 айда шығыңыз. Бірақ бизнес өзіндікі деп қабылдаған партнерлардың бәрі 45 айдың ішінде 60% дәрежеге шықты. Ойланбайшы. Бизнес өзіндікі деп қалды. Көп адамдарда кіріп алады да сомнениемен жүреді. Бұл бизнес жүре ме екен, жүрмей ме екен. Корпорация бізге қарап жатқан жоқ, Қытайлар бізге дейді. Сендер бастасаңдар да, бастамасаңдар да біз әлем жолдаймыз дейді. Өйткені продукты күшті, маркетинг күшті. Өзбекстандағы команда білесіздер ме, продуктысын қалай алып жатыр. Өзбекстаннан Шымкенттегі Сарыағашқа барып, Сарыағаштан бір товарларын алады, өздері кіргізеді граница. Сіздерге осындай машақат не керегі бар, кішкене официально ашылған соң күтсеңдерші десем, маркетинг күшті ғой дейді. Айтамын, менде командамда қазақтардың түсінбейді осы маркетинг күшті. 15 күн кешіккенге жалпы жасап, спонсор миын тақтай қалып, 26 мың, 30.500 теңгесі бар соңында. Айтамын, маркетинг күшті екенін солар біліп тұр. Біз соның қадірін түсінбейді, сол үшін айтамын ғой, маркетинг жүйесі өте күшті. Мына маркетингпен айтып отырмын, негізі топырақ сатуға болады, бірақ Аллаға шүкір командада продукт өте күшті. Түсінікті ғой, жүйе күшті. Енді қараңыз, қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты бал за повторный покупка дейді ғой. Қайтадан өнім керек қой. Алған кезде сол скидка болады сізге. 40% дәрежеде тұрсыз, 40% скидкамен аласыз. 50% дәрежеде тұрсыз, 50% скидкамен аласыз. 30.075 теңгенің өнімін 50% скидкамен сіз жарты бағасын алып жатсыз. Бірақ компания товарооборотты сыртқы бағамен есептейді. Ондай компания жоқ, әріптестер. Мен сіздерге айтайын. Оптың бағаға аласыз, бірақ товарооборотты сыртқы бағамен есептейтін маркетинг жоқ. Түсінікті ғой? Қараңыз. Бірінші түрлі доход осы реферальный бонустың өзіне, 5 ұрпақтан түсетін табыстың өзіне бізде партнерлардың айлық табысы 300 мыңнан бастап 7 миллионға дейін болады. Сенесіздер ме? Бірінші түрлі табыс реферальный бонус. Мен командный бонус, әлі тұрақтылық табысты айтып жатқан жоқпын. Ал басқа компанияда мен істедім. Оның рефералкасын қосайын, командный бонусын қосайын, матчинг бонусын қосқан кезде мен ондай табыс тапқан жоқпын. Ол үшін мен ана командама күндіз түні 24-те 7 жұмыс жасап тұруым керек, что қандай табыс тауып үшін. Ал мына маркетинг жүйесі соған рұқсат берген. Енді қараңыздар. Мен білетін көптеген классикалық компания ай сайын міндетті түрде активат жасайсыз. Кезінде мен білетін Арифлейм 21 күн сайын активат жасайтын, қазір қандай екенін білмеймін. Мен білетін бүкіл классикалық компания ай сайын активат жасайды. Ал бұл компанияда активация деген аты түбегейлі жоқ. Ай сайын қазір мен тәтеге келем, тәте партнер қылып қосып аламын. Тәте айтса активат жасайтын уақытың болды деп айтамын. Тәте табыс тапқан жоқ. Айтады ғой, балама еріп кешті.
Мен өзімде коммуналкам бар, баламның садигі бар, өзімнің кредитім бар. Мынаған активация жасайын ба, мен кредитті жабайын ба? Нені таңдайсыз деді, кредит таңдайсыз ғой. Біз қазақта өмірімізде бір-ақ нәрсені ғана уақытында төлейміз, кредитті ғана. Қалған коммуналка болсын, баланың садигі болсын кешіктіріп төлейміз. Сондықтан кредитпен мынаның екі активацияның кредиттің уақыты кетіп қалды. Апа міндетті түрде кредит таңдайды. Потому что процент өсіп кетеді, түсіндіңіздер ме? Ол қазақтың менталитетіне келмейді. Қазақтың менталитетіне келетін бизнес емес, ол ай сайын активация жасайды. Қазақтың менталитетіне келетін бизнес бірінші ол денсаулығына күшті өнім бар, екінші маркетинг жүйесін. Біз қазаққа келетін денсаулықпен ақша керек, маркетинг осыда бар. Сол үшін мен әрдайым айтамын. Есептей білген адамға цифр адам еш уақыт алдамайды. Есептей білген адам. Маркетинг жүйесі соның сымен күшті. Аллаға шүкір, командамда 3-4 айдың ішінде квартираларын алып жатыр, кредиттарын жауып жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда ең бақытты шақ кредит жауып жатыр. Үй алу, машина алу емес қазір. Ең бақытты шақ кредит алу. Соның үшін айтады ғой, кредит бір айлық қуаныш дейді, мәңгілік өкініш дейді. Ананы жаппасаңдар өмір бойы өкініп кетесіз. Сондықтан кредитті алдыңыздар, жауып тастаңыз, осы кредитсіз өмір сүрмек. Сол кезде кішкене өмір гладко кетеді, поверьте. Мен кредитімді қалай жаптым, солай күле бастадым, оған дейін күлтеген болмаған. Сондықтан өмір күшті қазір. Кредит жоқ адамдар бар ма? Кредит жоқтар бір жиналып шай ішейші. Өте күшті. Енді қараңыздар. Менің айтайын дегенім, сөзсіз 3 айдың ішінде кредиттарын жауып тастайсың. 10 миллион, 17 миллион, 18 миллион кредитін жауып тастаған команда. 3 айдың ішінде. Мен командама алдында айтып жүрмін, квартира алатын уақыттарым болды ғой, айналайындар. Неғып сатып алмай жүрсің десем, Дархан мырза қарыздарымыздан енді құтылдық деген. Мен сол кезде түсіндім, что бәрімізде кредит бар екен. Рас? Табыс таба басқан кезде туысқандарымыз кредиттер просрочка кетіп жатыр. Айтамын, табыс кредитін жабатын мүмкіндікті бердім ғой саған. Сонымен неге кіріспеске? Әр адам көрінді, әркім өзін қабылдауына байланысты ғой. Енді қараңыз. Мына жердің фишкасын айтайын. Бірінші түрі табыс реферальный бір ішінде қанша таптыларыңыз келеді, маркетинг. 500 мың жеткілікті ма? Бірінші айда. Жаңадан келген қонақта 500 мың жеткілікті ма? Реферальный бонуста. Бірінші түрі табыс. Жеткілікті ма? Сізге жеткілікті ма? 500 мыңды ойланбай табыз. Маған сеніңіз. Мен бір за повторный покупка деген бөлім бар, соған жиналады. Сол 50 мың теңгемен жиналып қалғанша тек қана сіз өнім алуыңыз керек. Сол кезде 50% скидкамен, сіз мына 50 мың теңгеге, жиналып қалған 50 мың теңгеге, 100 мың теңгенің өнімін аласыз. Ойлаңызшы. Енді қараңыз, мен секілді бірінші айдың өзінде 2 миллион 700 таптыңыз. 10% 270 мың теңге ақша жиналып тұр. Соған мен 50% скидкамен білесіздер ме қанша алдым? 545 мың теңгенің товарын берді маған компания. Компания товар оборотысы 545 мың теңгемен есептеді ғой. Дархан, сен 270 мыңға скидкамен алып жатсың ғой. Саған 270 мыңды есептейін деген жоқ компанияның соң. Мен осыны жеткізгім келеді да, маркетинг есептей білетін адамдар қазір жанып отырсыздар, іштеріңізде бірден отырсыздар да. Вау! Мен естіп жанға мүмкін емес мұндай төлеуге. Сыртқы бағамен есептеу деген. Сондықтан маркетинг осысымен күшті. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан әр маркетинг жүйесінде талдау жасағанымыз. Енді қараңыз. Бірінші түрлі табыстан ғана 10%, командный бонустан сіз 20 миллион тауып жатасыз, одан 10% ұстамайды. Тұрақтылық табыстан 1,5 миллион алып жатсыз, одан ұстамайды. Матчинг бонустан 6 миллион тауып жатсыз, одан ұстамайды. Тек қана бірінші түрлі табыс. Бес ұрпақтан қанша табасыз, содан 10% тауып отырады. Енді қараңыз. Менің командам керісінше осы бірінші түрлі табыс реферальный бонустар айына күшті табады. Бүкіл лидер 300 мыңнан бастап 7 миллионға дейін табады. Күшті ма?
Неге? Өйткені оны бал запаторны покупка жиналып қалатын ақшалар күшті ғой, көрдіңіздер ме? Ол кейін қарай шығара алмайды, ол тек қана өнім сатып ала алады. Енді олар заказ берген кезде мен командный бонус 2 еселенеді ғой. Көрдіңіздер ме? Командный бонус. Енді қараңыз, командамда 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%-дан 2000 адам скидкамен заказ беріп жатыр. Әркім өзінің скидкасы бар. 40%, 50%. 2000 адам заказ беріп жатыр. Бірақ оны сыртқы бағамен есептейді. Олар скидкамен алып жатыр ғой. 2000 адам алып жатыр, бірақ 4000 адам товар оборот жасағанда есептейді. Енді ойлаңыз, 4000 адам товар оборот жасаған. Ол команданы тұрттап, бір ай 3 күннің ішінде 100 миллион товар оборот жасап, бірақ компания маған 200 миллион товар оборот есептейді. Ол күшті нәрсе. Сондықтан айтамын, есептей білетін лидерлар керек мына маркетинг. Чтобы әлем жаулап тастайды. Анда мұнда кетудің қажеті жоқ. Мен талай таныстарымды көрдім. Бір жылдың ішінде 4 проект ауыстырады ана байғұс. Мен айтамын, не істеп жүрсіңіз? Ауысып. Болмай қалды ана бизнес, мына бизнес, түсінемін, ондай маркетинг келген жоқ. Айттым ғой, бұл 10 жылда бір өзгеріс алып кетті. Мен 4 жыл жарым бойы іздедім проектін. Шақырған жерден қалмаймын. Мен бір күшті әдетім. Мен шақырыңыздар. Қалмаймын. Барам, тыңдаймын, сосын айтамын, бизнес менікі емес деймін. Всегда айтамын. Мен өзім сол сұрақ всегда қоямын. Нұрхан, отказ беріп всегда бересің. Бар да тыңда. Проекті менікі емес, өтпейді. 4 жыл жарым бойы іздеймін, система бойынша. Сол кезде барып көрдік та. Сондықтан бұл жақта сіздер қазір уақыттарыңызды тауып келдіңіздер ме? Маркетинг жүйесін, потому что сіздер фишкасы көрдіңіздер. Қазір осы жерде 1-2 адамдар отыр. Бір күннің ішінде 3 проектті тыңдап келіп отыр. Қай проектін бастайын деп отырған адамдар да бар. Анаған барады, мынаған барады, сосын барып қайсының шешімін қабылдай алмай жүр. Сондықтан бір маркетинг бойынша солай. Ізденісте жүрген адамдар болады. Мен өйтіп айттым ғой, 4 жыл жарым бойы ізденіп, бір күннің ішінде кейін төлесек 3 проект тыңдайтын. Өйткені ізденісте жүрмін ғой. Тура сол секілді, мен секілді бір дархан отырған шығар деп отырғаным ғой біз қарауымыз. Иә? Енді қараңыз. Сіз неге терезелер ашылмай ма? Шумды ашылады. Ол ашылмайды, анау ашылады. Боковой. Аға атшаңызды ашыңыз. Аяқта сквозняк болса күшті болады. О. Просто қазір үлкен ақшалар келе жатыр да тошын келейінші. Миллион болай тұрсын, миллиард келеді, просто ауа жетпей қалмау. Еркін отырайық. Енді қараңыздар. 30.075 теңгемен, 30.075 теңгемен. Любой адам тіркеліп алады, әріптестер. Пенсионерлер тіркеліп алады, студенттер тіркеліп алады. Маған сеніңіз. Осы уақытқа дейін бастаған проекттің барлығы 100 мыңнан жоғары болатын ғой. Что жақсы доход алу үшін. Ол анау өзі кредитін ақша таба алмай жүрген адамдар 100 мың, 120 мың тіркеліп айту біртүрлі шығар. Бірақ 30.075 теңгемен любой адам тіркеліп алады. Сондықтан осы проект сонысымен күшті. Сол кезде сіз өзіңіз секілді тоже 30.075 теңгемен бір адам шақырсаңыз 2700 теңге десек 5 өнім, ана ағза тазалайтын өнім болса 5 көз өнім, 5 спрей, 5 коллаген алатын болса 13.500 теңге десек. Бірақ сіз 20% дәрежеде болған кезде ол адамға 5000 теңге, бұл мына адамнан 25000 теңге. 30% дәрежеде болған кезде сіз ол адамнан 70000 теңге, мына клиент шақырыңыз 30.075 теңге. Ал анадан 20% дәрежеде болғанда 35000 теңге. 40% дәрежеде 9000, мынадан 45000 теңге теңге. 50% дәрежеде 11000 теңге теңге. VIP пакетте шақырған кезде 25 мың. Осы түскен сумманы 10% депозитный счетқа түсіп, мына өйткені бұл рефералдан түсіп отыр ғой. Қалған сізге наличка түсіп отыр. Юан 3 секундта түседі, как смарт-контракт секілді. Без задержки түседі, ойлаңызшы. Біз бүгін заказ берсек, келесі апта түседі деген проекттер болды. Бұл жақта доли секундта түседі. Мына традиционный бизнестен несі айырмашылық, 1 килограмм қант сатсаңыз, ақшасын қазір пайдаланасыз, тура сол секілді да мына проект. Енді қараңыз, қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты мына өнімдеріңіз скидка. Бір өнім. Басында 10% скидкамен сол секілді, 60% дәрежедесіз, мына 30 мың 75 теңгенің өнімін сіз мына айтқандай 17 мың теңгеге сатып аласыз. Мына жетсін тұғын. Енді қараңыздар. Минимал күні мен всегда маркетингті мен всегда минимал күні есептеймін. 30.075 теңгемен сіз өзіңіз тіркелдіңіз, 10% дәреже 3 досыңызды шақырдыңыз. Біреусіне кредитін жалу керек, біреуге машина алу керек, біреуге осындай команда құратын бизнес керек, ізденісте жүр. Бірінші шақырған досыңыз 10%-пен бір адамды шақырып, 20%-пен бір адамды шақырып. Ол өзі 20% дәрежеге көтеріледі, сіз де 20% дәрежеге көтересіз. Бірақ қарап отырыңыздар, кірген суммаларыңыз өзгерген жоқ. Түсінікті ғой? Екінші адамыңыз 20%-мен екі адамды шақырып, ол өзі 20% дәрежеге көтеріледі, сіз
30% дәрежеге көтерілесің. Бірақ кірген суммаңыз өзгерген жоқ. Манағы сөзімен дәлелі осысын. Бұл компанияда өміріңізде бір-ақ рет қана ақша саласыз, одан кейін еш уақытта ақша салмайсыз. Қараңыз, мына кісіңіз 30%-тен 2 адам шақырып, өзі 30%-ға, оның үстіндегі адам 30%-ға, сіз болсаңыз 40% дәрежеге көтеріңіз. 40% деген әріптестер 1.700.000 теңгенің орны негізі. 1.700.000 теңгенің орны. Сіз соны сатып алғандай дәрежеде тұрсыз, бірақ кірген суммаңыз өзгерген жоқ. Сондықтан әр шақырған адамымызға сенімді түрде айта аласыз. Бұл компанияда өмірінде бір-ақ рет қана ақша саласыз, сол сөзіме гарантия. Сондықтан маркетинг жүйесі сонысымен күшті. Түсінікті ғой, мына жерде? Ары қарай табара болады, дәл солай кетеді. Енді мен сіздерге айтайын, бір күшті қуаныш жаңалық айтайын. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да 60% дәрежеге шығасыздар. Жақсы ма? Жақсы ғой. Ограничение жоқ, уақытқа шектеу жоқ. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да табара болады. Бірінші заказ, повторный заказ, промоушн заказының барлығы есептерінен бірде-бір товар мимо өтіп кетпейді. 60%-қа шығасыз. Біз деген анау команда құрып алысып жүрген кезде 60%-қа шыққанымызды ұмытып кеткенбіз ғой. 20-ге шықтым деген кезде 60-қа шықтым дегенде вау деп қоямыз, бірақ уақыт жоқ ана презентациямен жұмыс жасап отырады. Сондықтан мына қаласаңыздар да, қаламасаңыз да шығасыз. Астыңыздағы партнерларыңыз да қаласа да 50-ге шығады, қаламаса да 40-қа шығады. Система солай, бүкіл товарлар накопительный. Енді қараңыз, мына партнеріңіз өзіне бір адамды шақырады. Өзіне 50%, 55.000 теңгесі түседі. 55.000 теңгесі түседі. Жадырахан, неге үйттіңіз? Сіз мына жаққа түсірсеңіз азайтпайтын еді. Енді қараңыз, өзіне 40%, 55.000 теңгесі түседі. Бірақ екеуіңіздің арасындағы процентный отношение 10%. Осы нәрсені жаттап алыңыздар. Әріптестер, осыны ертең шақырған адамдарыңызға түсіндіресіздер. Басқа компанияда мынау сіз личныйыңыз шақыратын болсаңыз 10% ғана түседі. Бірінші линияңыздан. Бірақ екінші линияңыздан 8%, үшінші линияңыздан 5% азая береді. Бұл жақта оған қарамайды. Мына кісінің астындағы глубинасындағы адамнан, глубинадан тағы да 3 адам тіркелсін, әрқайсынан 10% разница сізге түсіп отырады. Әрқайсынан 11.000 теңгеден 3 адамнан 33.000 теңге ақшасын шотыңызға келіп түседі. Түсінікті ғой? Енді қараңыз, осы кісінің командасынан бір айдың ішінде 351 адам тіркеледі, әрқайсынан тоже 10%, 11.000 теңге ақша сіздің шотыңызға келіп түседі. 3.861.000 теңге ақша түседі. 3.861.000 теңге. Енді қараңыздар, осы жерде қатты анализ жасаңыз. Басқа компанияда мынау мен, мынау тәтем, басқа проектті тәтем шақырып отыр. Тәтемнен бір-ақ рет қана мен 15.000 теңге аламын, болды, реферальный бонус. Одан кейін бұл кісі астына шақырады ғой, 2 адам. Одан маған реферальный бонус түспейді. Олар екінші түр табыс, командный бонусқа енді тоқталады. И бұл кісіден өмірімде бір-ақ рет қана 15.000 теңге аламын, басқа проектті. Ал бұл кісі осы біздің жиын группқа кірген кезде 60% дәрежеге шығам дегенше ол кісіден 3.861.000 теңге ақша түседі. Разницаны көрдіңіздер ме? Осы реферальный бонус бірінші түрлі доходты қалай жік-жігімен түсіндіресіздер. Анадан бар ғой, ол деген любой метод ойлайды, что мына бизнесті істеу жүр. Сондықтан система өте күшті, осыны жеткізе беріңіздер. Мына жерде түсінікті ғой? Енді қараңыз. Екінші адамыз 40% дәрежеде өзіне 40%, бірақ екеуіміздің арасындағы процент отношение 20%. Түсінікті ғой? Бұл кісінің глубинасынан қанша адам тіркеледі, әрқайсынан да 20%, 22.000 теңгеден 66.000 теңге ақша түседі. Глубинасынан 141 адам тіркеледі, 140 адам. Әрқайсына 22.000 теңгеден 3.080.000 теңге ақша түседі. Қайталап айтамын. Басқа проектіде мына кісіден сіз бір-ақ рет 15.000 теңге аласыз, ал бізде бұл кісі 60% дәрежеге шығам дегенше минимум жоқ дегенде 3.080.000 теңге ақша бересіз. Осыны реферальный бонус деп атауға болады. Одноразовый проекттерден аулақ болыңыздар. Қазір көптеген бинарный маркетинг бар. Рефералка разовый, командный бонус бинар разовый, мачин бонус разовый. То есть одноразовый, бір-ақ рет қана төлейді. Бұл жақта система жүйе басқаша. Болды ғой, мына жерде түсінікті ғой? Өте береді. Енді қараңыз. 40% дәреже тұрған адам 50-ге көтеріп, 30% дәреже тұрған адам 40-қа көтеріп, табара-бара көтеріп. Бірақ мен сіздерге айтайын әріптестер. 60% дәрежеге шыққаннан кейін, личник шақырудың азарты енді басталды. Ойлаңызшы. 60% дәрежеге шығып аласыз. TikTok-пен сатудың азарты басталады, таргетинг қосудың азарты басталады. Личник, мен таргетинг қоспаймын, TikTok-қа шықпаймын. Бірақ мен лидерлерге охотаға шығудың азарты басталды. Неге?
Потому что бірінші линияда маған 60% түседі. Қазір бір адам мені Бішкекте күтіп тұр дейме, Бішкекке көшіп кетеді. Бір адам Монголияда күтіп тұр дейме, мен Монголияға көшіп кетеді. Неге? Потому что маркетинг соған рұқсат беріп қойған. Бірінші линияңыздан 60% түседі. Мысалы, Монголиядан тіркет, мына кісі Бішкектен тіркет, мына кісі Ташкенттен тіркет, мына кісі Россиядан тіркет. 4 личник тіркеді. Осылай. Барлығы 10% дәрежелі 30.075 теңгемен тіркедім. Оларды қинаған жоқпын. Ход доступен, пожалуйста, любой суммамен кір. Олардың бірінші линияда маған бәрінен 60% түсті. Енді ол адамдар, мына жерде былай түсін. 4 адамнан маған 52.400 теңге түсті. Личный шақырған. Енді бұл адамдар өздерінің адамдарын шақырды. Әрқайсысы 4 деді, то есть екінші линияда 16 адам. Олар өздері шақырған үшін өзіне 10% түседі, потому что ол өзі 10%-ық дәрежеде, мен секілді 60%-ық дәрежеде емес. Бірақ 10% бен 60%-ның арасында қанша процент разница бар? Екінші линиямнан маған 50% түседі. Ойлаңызшы, екінші линиядан. Ал, то есть 16 адамнан әрқайсысынан 55.000 теңгеден 880.000 теңге ақша түседі. Дәл осылай. Командамда бір күндік табыстар 30.000-нан бастап 1.980.000 теңгеге дейін табыстар. Осы реферальный бонустың өзі. Мына жерде түсінікті ғой? Түсініксіз ба? Енді қараңыз. Екінші, мына адам 20% дәрежеде тұр. Өзі шақырады, өзіне 20%, бірақ үшінші линияңыздан сізге 20% бен 60%-ның арасында 40% разница бар. Үшінші линияңыздан сізге 40% түседі. То есть 64 адамнан 45.000 теңгеден 2.880.000 теңге түседі. Осы бірінші түрлі табыстың өзіне партнерлардың айлық табысы жаңағы айтып отырған сөзіме дәлел осы. 30.000-нан бастап айына дейін, 300.000-нан бастап айына 7 миллионға дейін табады. Күнделікті табыс бізде 30.000-нан кем болмайды. Реферальный бонустың күштісі сол. Осы маркетингті жеткізу оңай ма, әлде қиын ба? Қалай ойлайсыз? Оңай ма? Оңай. Адамның миын тақтай қылып отырмайсың ғой. Оң жағынан бір адам тепе-теңдік болмаса түспей, матрица секілді бөлініп кетеді, оның миын тақтай қылудың қажеті жоқ. Сатқан прямой продажамен традиционный бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ. Ақша дәл осылай түсіп отыр. Анимационный маркетинг план түсіндіріңіз. Обычно слайдпен түсіндірсеңіз, бұл адам қалады. Бізге Ардақ ханым слайдпен емес, бүйтіп ақпаратқа түсіндірген. Біз ізденісті жүргеннен кейін ана қайта сұрап алып, маркетингті біз пысықтандырып алдық. Сосын өз тілімізде жаздық оны, алгоритм. Сол бойынша біз маркетингті шығардық. Енді бұл неге шығады? Өйткені қарапайым жаңадан келген қонақта тез қабылдасын деп. Аға түсінікті ма? Сіз бірінші келіп отырсыз ғой кәкіміз. Шамалы түсініп отырсыз. Жаңа мына жақтағы кісілер түсінікті ма сіздерге? Түсініп отырсыз ма? Енді қараңыздар. Маған сеніңіздер, 30.075 теңгемен ешқандай бизнес бастай алмайсыздар. Рас айтамын. Қазіргі таңда бізбен бірге бастап кеткен партнерлардың айлық табысы, манағы айтып отқандай миллионнан бастап, ай сайын тұрақты түрде 30 миллионға дейін табады. Тек қана Қазақстанда өзіміздің әріптестер. Енді сіздерге сұрақ, айына стабильно, толыққанды 30 миллион теңге таза табыс табады дейтін бизнес әкелсе, мына бизнес емес, традиционный бизнес. Например, ай сайын тұрақты түрде 30 миллион теңге аласыз тәте, мына бизнестен. Бірақ вложение керек десе қанша салуға дайын едіңіз? Айына 30 миллион теңге алып береді. Қанша салар едіңіз? Ойыңызды, цифрыңызды айтыңызшы. Миллион. Сіз қанша салар едіңіз? 3 миллион. Аз. Қонақтарды, аға қанша салар едіңіз? Айына 30 миллион теңге табыс алып бердіңіз. 30 миллион табыс алу үшін жоқ дегенде 120 миллион салу керек. Мен традиционный бизнесте 38 жыл жұмыс. Пожалуйста. Неге? Өйткені ол кісі 2 ай, 4 ай немесе 1 жылға основной теласын шығарады. Қойды, айына 30 миллион доход алып келу үшін мен 3 жылға дейін өзінің теласын шығарып алғанша да мен көнер едім. Зато 3 жылдан кейін маған пассивно ай сайын 30 миллион теңге табыс әкелді. 30.075 теңге салып, айына тұрақты түрде миллион теңге тауып отырамыз деген кезде біз басымызда сенген жоқпыз бізде. Өйткені басқа сетевойлармен салыстырдық та, невозможно, өйткені ол жақта маркетинг сложный болды ғой. Ал бұл жақта партнерлар не үшін күшті табыс табатынын білейін, айтайын сіздерге. Ол партнер пысықтығынан күшті табыс тауып жатқан жоқ, маған сеніңіздер. Командасы болғаннан күшті табыс тауып жатқан жоқ. Просто маркетинг план қарапайым халыққа қолайлы. Бір сөзбен айтқанда комфортно. Айтам, рас айтам.
Мен осы жақында Батыс Қазақстан бойынша 15 күн бойы мен бүкіл қалада 2 күн емдедім. Әр қалаға 2-ақ күн, 3-ші күн тоқтаған жоқпын. Бірақ 2 күнге барсам да өзіме қолайлы, комфортно қонамын бізде. Рас. Сіз үлкен команда құрғыңыз келеді. Мына долгосрокта бизнес жасағыңыз келеді. Неге сіз командаңызға комфортный маркетинг план іздемейсіз? Неге сіз бинарда адасып жүрсіз? Неге сіз матрицада адасып жүрсіз? Неге сіз ай сайын активация жасайтын проектте адасып жүрсіз? Мен соны түсінбеймін. Неге деген сұрақ болады ғой. Көп адамдар өзін ойлайды. Біз проектін бастағанда команданы ойлады, халық страдать етпейтін проектті керек. 4 жыл бойы сол проектін іздедім. Сол проектін тапқан кезде мен бизнес өзімдікі деп шешім қабылдадым. Дәл бүгін сіздерде бизнес өзімдікі деп шешім қабылдамайсыздар ма? Кәдімгі традиционный жұмыс сияқты айлық зарплата тауып жүре бересіздер бұл жақта. Өзімдікі емес деп бастамаған адамдардың өзі айына 300 мың табады бұл проекттен. Бірақ өзімдікі емес деп күмәнмен жүрген үшін 300 мың табады. Бизнес өзімдікі деген адам айына тұрақты түрде 3 миллион табады. Күшті ғой, разница қандай. Сол үшін айтамын, проект өзімдікі деп шешім қабылдау, сол кезде қарқынды өседі. Ал 60% дәрежеге шығып аласыздар ма? Одан кейінгі доходтарыңызды айта алмаймын. 60% дәрежеге шыққаннан кейін сізде уже екінші түрлі доход, командный бонус бар, сіздерге күшті ақша түседі. Енді қараңыз, екінші түрлі доход. Мына жерде тоқталып өтейін. 60% дәрежеге шығамын дегенше қазіргі таңда әр адамда жоқ дегенде он личник болады. Қазір кімде 4 личник бар, 4 үйден бастайыншы. 4 личник кімде бар? Кімде 50 личник? 50. Менде 48. Тәте, поздравляю. Миллионер болыңыз. Гарантия. Кімде 100 личник бар? Жоқ па не? 160 личник. Жайдар отыр. 160 личнигі бар. Жайдар бірде-бір туысқанын, бірде-бір досын, бірде-бір қайын жұртын шақырған бала емес. Холодный контакты дейміз ғой. TikTok арқылы отыр. Алдында бір кісі кетті, мен таң қалдым, 2 адамды қайдан табамын дейді ғой. Анау өмірде лидер кісі ана, бухгалтер болған ғой енді, бір компанияны басқарған кісі ғой. 2 адамды қайдан табамын дейді ғой отырып алып. Ойлап қоямын, ол кісі өмірде өсті ма екен. Енді сондай күмән кетіп қалды енді. Или біреу кезінде аферист болып айналысты ма екен. Өмір сетевоймен айналыспаған ғой, традиционный бизнеспен қадалып қалған ғой, таңертеңнен кешке дейін. 2 адам қайдан табамын дейді ғой. Мен айтамын, командамда сондай қыз жігіттер отыр дейді, 2 адам болай тұрсын. 2 мемлекетті қайдан табамын деп отыр. Қырғызстан мен Өзбекстан ашылғанын күтіп отырмыз, Алла нәсіп етсе. Келесі айда ертең көресіздер. 2 адам қайдан табамын деп отқаннан біз ойланып отқанда біз мемлекетпен Қырғызстанды бомба жарамыз. Одан кейін Тәжікстан мен Россия. Біз компанияға тек Монғолия, Тәжікстан, Россия соны күтіп отырмыз да. Масштабты күтіп отырмыз біз. Жұрттар 2 адаммен шектеліп қалып жатыр, ойлаңыз. Адам өзінің несіне байланысты? Қалай айтсам екен? Иә. Адамның өзінің түп санасына байланысты. Мен соны әрдайым айтамын. Личник көп болған сайын сол дұрыс па? Конечно. Ал? Личник көп болған кәсіпкерлер. Жоқ, 60%-ға шыққанша 4-6 личникпен жұмыс жасаңыз. 60%-ға шыққаннан кейін личникті оны сізде бермейсіз. Айттым, азартыңыз басталып кетеді. Потому что бірінші линиядан 60%, екіншіден 50%, үшінші линиядан 40% ақша наоборот түседі ғой. Енді қараңыз. Мен не үшін айтып жатырмын? Ойыңызға байланысты, әріптестер, бизнесті бастайсыздар, 2 адамды алып тастаңыздар, бірден 2 мемлекет. Сол кезде команда қарқынды өседі. Бір лидермен сөйлесіп отырамын аяқ астында. Сосын айтады, Арқа, мен Қырғызстанда да, Өзбекстанда таныстарым көп дейді. Сосын айтамын, олар бизнеске қосылып кетті десем, жоқ дейді. Енді ойлап, танысым көп, бірақ бизнеске қосылмаған. Араға бір 5-10 минут салғаннан кейін қайтадан сұрақ барысында қоямын. Сіз осы маркетинг планын түсіндіру білесіз ба, регистрация жасауды білесіз ба, оплата жасауды білесіз ба, десем білмеймін дейді. Мәселе сода, көрдіңіз ба? Мәселе ол түп санасында. Ол оның тәні, мысалы, оның бүкіл 12 мүшесі тәні уверен отыр, что ол адам тіркелем десе, спонсор тіркеп беретіне ол сенімді отыр. Ол адам маркетинг түсіндірсе, спонсор түсіндіріп беретіне сенімді, өйткені бұл бүкіл теласы сенімді. Оплата жасаймын десе, спонсор жасап беретіне, бірақ түп санасы мойындап тұр, что ештеңе білмейтін. Ол түп санасында страх бар. Сол үшін ол лидерларды тарта алмайды. Ол Шымкент болсын, Өзбекстан, Ташкент, хоть Монғолияны тарта алмайды. Ол түп санаға байланысты. Ол сіздің волнаңыздағы мықты лидерлар тартылу үшін сізде уверенность болу керек. Адамның денесінде энергия еркін қозғалу керек. Энергия еркін қозғалу керек.
сол кезде ақша керек, сол кезде команда керек. Енді ойлаңыз, энергия еркін қозғалып келе жатыр. Еркін қозғалып жүр. Бірақ сіз регистрация жасау дегенді білмейсіз, энергия тұрды да қалды. Болды. Потом түп сана мойындап тұрсыз, регистрация жасау білмейтініңіз. Сол үшін ана лидер сізге тартылмайды. Ол ойыншық нәрсе емес. Қазір әр адам сол сенімді отыр да. Мен тіркелем десем, спонсор, гувернер 24-те жерде мен звондасам шыға қалады, 24-те тіркеліпсіз. Бірақ сіздің түп санаңыз мойындап қойған ол. Сіздің қарапайым кофейнеңіз бар. Бірақ кофейне аппаратты қоса алмайтын болсаңыз, сізге клиент келмейді, потому что сізде страх бар. Кофейне аппаратты қосып, кофе қайнатып бере алмайсыз. Бар сізде страх. Сол үшін лидер тартылмайды. Мен әрдайым айтамын соны. Кеше Сайрагүл ханым күшті айтты ғой соны. Күнде бір жолмен жүре бермеңдерші. Бір күн басқа жолда, кішкене жолда ауыстырыңдар. Күнде бір тамақ жей бермеңдер, басқа тамақ. Жек көрмеген тамақ. Қытайға барған кезде бізде қазақтар өлтіреді бар, осы 4 күнге барамыз біз. 4 күннің ішінде 5 тамақ сұрап діңкеңді тоқтатып, ай, осы 4 күнге баратсың ғой. Аш жей тұршы, миың басқа нәрсені қабылдай тұрсың. Ол да дұрыс. Бар азап 5 тамақ сұраған қате ғой, айтып 4 күннен кейін үйге барып та жейміз. Тура сол секілді күнделікті жүрмеген жер, күнделікті жемеген тамақ жейтін болса, ми қабылдайды үш. Күнделікті бір қонақ үйді ауыстырыңдар, бір қалаға барсаң, бір қонақ үйге тоқталмаңыз, бір топты Тараздағы қонақ үйді ауыстырмай, қалған жерде ауыстырыңыздар. Бірақ қонақ үйді де ауыстырыңыздар, сол кезде ми қабылдайды информация. Аман деген жігіттер әбекең бәрін. Бұл қонақ үйге барса, менеджерінде, рецепшінде бәрін тіркеп алып, комплекс шығады. Менде комплекс бар ғой. Оңасына тыңып қосып екеуі рахат болмайыз. Баняда отырып, түсіндіріп тіркей берді. Сондықтан комплекс болмау керек негізі. Жүйе соны сілемішті. Енді қараңыздар. Екінші түрлі доход командный бонус. Вот осы жер күшті. Командный бонус бесконечный глубинадан түседі, шектеу қойылмаған. Ойлаңызшы, басқа компаниялар мен классикалық маркетингтерді білемін. 30 мың теңгемен тіркелсек, тек қана 10-шы уровеньға дейін береміз. Максимум командный бонус 5% береміз, одан артық бере алмаймыз дейді. Ал бұл жақта 30.500 теңгемен тіркелесіз, бірақ бесконечный глубинадан ала бересіз, шектеу қоймаған. Бірінші айдың өзінде менде 78-ші уровень команда кетіп қалған. Бір проектіге барып, ана мықты лидермін деген кісі ғой. Маркетингтің 13-ші уровеньға дейін ғана төлейді, мынада ақша жоқ қой десем, ол идеал есептейді екен. 5, 25, 125. Айтам, команда еш уақыт идеал өспейді маған сен. Өліп кет мың жерде. Мен 13-ші линияға дейін алам, бәрін идеалды бір қатарға тұрыңдар деп мен айта алмаймын, бәрін өзін шақырып. Команда дикий өседі, ол глубина бірінші айдың өзін 78-ші орын кетіп бар. 13-ші орынға жиналып жинақтап отырмайды. Мынауыңда ақша жоқ десе мойындамайды. 3 айдан кейін ана сол шыны керек қой, біз батыстың сөзімен айтқанда галяк болып жүрмін. Дым тыйым жоқ ана. Бірақ патриоттық сезім ұртып тұрамын. Айтам, мен осыған келгенде патриоттық сезім оянбай қойсыншы деп басқа кезде оянсыз. Бірақ осыған келгенде оянбай. Сондықтан система бойынша маркетинг жүйесінің бесконечный глубинадан алып отырасың, ол күшті нәрсе. Командный бонус 60% дәрежеге шыққаннан кейін ашылатын бонус. Түсініңіздер? Сондықтан бірінші түрлі табыс реферальный бонус компанияның алгоритмі өте күшті. 60% дәрежеге шыққанша сол айына 500 мыңнан бастап 7 миллионға дейін тапсын деп бірінші түрлі доходтың алгоритмін күшті жасап қойған компания. Арасындағы разница 10%. Қалғанын екінші түрлі доход командный бонус ашылған кезде әр айдың 1-нен 30-на дейінгі товарооборотыңызды есептейді. Енді қараңыз, 50 мың теңгеден бастап 11 миллион 250 мың теңгеге дейін товарообороттың аралығынан 2% береді. Ал басқа проекттер 11 миллион 250 мың теңге бір жақ қолыңыздан өссе, екінші жақ қолыңыздан өспесе бермейді, арасында құлып тепе-теңдік болмас. Проект оған қарамайды. Осыны жеткізе беріңдер халыққа, осысымен күшті болды. Сол кезде шешім қабылдайды. Осы 11 миллион 250 мың теңгеден $1 аз кетті ма, компания 4% береді. $1 аз кеткен үшін. 30 миллионнан $1 аз кетті ма, компания сізге 5% береді. 60 миллионнан $1 аз кетті ма, компания сізге 6% береді. Тепе-теңдік дәрежені күтпейсіздер. Ондай түсінік жоқ. Традиционный бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ. Кім торговый представитель болып көрді? Бар ма торговый представитель? Мен алтын дәнге үн сатқам. Айдың соңында товарооборот жасайды, соның процентін береді. Ол обновляется келесі. Традиционный бизнестен ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте күшті частный бизнес. Сол үшін ғой жұрттар. Традиционный бизнес әйтеуір мені аш қалдырмайды дейді, жұрттар күніне 8 сағат уақытын 300 мың айлыққа сатады. Неге? Өйткені сенімді ол. Айдың соңында ақша береді. Компанияда тура солай сенімді, айны товарооборот командамен жасайды, айдың соңында береді. Тепе-теңдік дәреже матрицаны күтіп отырмайды. Сол үшін айтамын ғой,
TikTok арқылы сатасың ба, маркетплейс арқылы сатасың ба, командың арқылы сатасың ба, өз проблема. Бірақ компания әділ түрде сені товарооборотымен түр. Түсінікті ғой мына жер. Үшінші түрлі табыс тұрақтылық табыс. Мынаны енді бізде қазақтар жақсы көреді. Как оклад ретінде төлейді ғой айсен. Осыған келгенде барадан осыдан бастамайсың ба дейді ғой бірінші. Мынау просто қай процентте тұрса, сол дәрежеге байланысты түрде оклад төлейді. Мынау үшінші түрлі табыс. Енді қараңыз. Бірінші түрлі табыс реферальный бонус, екінші түрлі табыс командный бонус, үшінші түрлі табыс премия. Осының өзінде бізде партнерлердің айлық табысы миллионнан бастап 30 миллионға дейін табылады. Қазақстанда біз осы уақытқа дейін Құлшадағы ұйымшылығы қазақтардың доходтарын айтып жүрдік қой. Қазір Қазақстанда сондай табыстар. Сенесіздер ме? Сенбейсіздер ме? Онда неге істемей жүрміз десең? Енді қараңыздар. Төртінші түрлі доходпен тоқтайын, ары қарай уже миллиардтар кетіп қалады, оған тошын сенбейміз. Командный бонус, сіз ғана командный бонусқа шықпайсыз, астыңыздағы лидеріңізді командный бонусқа шығады. Олар 60% дәрежеге шығады. Оларда да командный бонус ашылады каждый жылда. Сол кезде сіз 13% дәрежеде болу шарт емес. Сіз даже 7% дәрежеде болыңыз, 8%, 10% дәрежеде болсаңыз, арасындағы разница товарооборот төлей береді. Ойлап қалмаңыздар, 13% дәрежеде болу керек екен. Енді қараңыз, бір командаңыз 11 миллион 200 товарооборот жасайды, өзіне 2% алады, бірақ арасындағы 11% разницасы сізге түсіп отыр. То есть 1 миллион 232 мың теңге ақша ең кіші командаңыздан түседі. Екінші командаңыз 30 миллион товарооборот жасайды, 30 миллион 10% қанша? 3 миллион теңге. 4% примерно 1 миллион 300 мың теңге ақша. Сол өзіне түседі, бірақ арасындағы 9% 2 миллион 700 мың теңге ақша сізге түседі. Түсінікті ғой? Үшінші командаңыз 60 миллион товарооборот жасайды, оның 5% 3 миллион теңге, бірақ арасындағы 8% 4 миллион 800 мың теңге ақша сізге түседі. Енді қараңыз. Мына лидерлардың барлығы дисбаланстан страдать етіп жатқан жоқ ешқайсысы. То есть тепе-теңдік дәрежені күтіп отқан жоқ. Айдың басы соңғы товарооборот бір күн ақшасы түсті, маған да разницасы түсті. Оған ақшасы түседі, бір күн маған да разницасы түсті. Көрдіңіздер ме? Арасындағы разницасы дәл сонда. Енді қараңыз. Ең үлкен команда бар менде. Айына 270 миллион товарооборот жасайды. Өзіне 10% алады, бірақ арасындағы 3% маған түседі. Ойлаңызшы. Көбін өзі алған, бірақ арасындағы 3%-тің өзі 8 миллион 100 мың теңге ақша түседі. Ол бірақ командада әріптестер былай айтайыншы, например, Астана деп ала салайыншы. Бір командада түсіп жатқан разница, басқа командадағы разницалардың бәрін есептеп қойып көрді. Сондықтан бұл жақта тепе-теңдік дәреже деген нәрсе жоқ. Мына жер түсінікті ғой, Енді қараңыздар. Маркетинг жүйесі бойынша 4-ші түрлі доход негізі бізде матчинг бонус. Бірақ матчинг бонусты өтіп кетейін, заместитель орынбасар деген бар, спонсорымыз, мысалы заместитель орынбасар. Ол кісінің командасы ай сайын 600 миллион товарооборот жасайды. Сол кезде матчинг бонус деген бар, чека деген бар. Сол әр командасындағы мықты лидерлар командный бонустар қанша салады, содан 40% ол кісіге разница түседі. 40% то есть матчинг бонус вознаграждение түседі. Премия 2 миллион 200 мың теңге как оклад ретінде береді. Одан кейін 4 линиясынан 60% дәреже шығу керек. Личник болу шарт емес. Ал 60% дәрежеге жаңа айттым, қаласаңыздар, қаламасаңыздар шығасыз. Өйткені бүкіл товарооборот накопительный. Сол кезде бір лидеріңіз 20 миллион айында табыс тауып жатыр. Тек қана командный бонустан. Соның 8 миллион теңгесі заместитель орынбасар статусты жапқан үшін ол кісіге 40% 8 миллион теңге түседі. Бірақ адам. Ойлаңызшы. Тепе-теңдік дәрежені күткен жоқ мына кісі. Ол кісі товарообороттан нақты осы сумманы алып жатыр. Екінші лидеріміз 30 миллион товарооборот жасайды. Табыс табады командный бонустан. Соның 40% 12 миллион теңгесі түседі. Үшінші лидер 20 миллион теңге, оның 40% манағы 20 миллион теңге. Енді қараңыз, төртінші лидеріміз айында 100 миллион табыс тауып жатыр. Соның 40% 40 миллион теңге. Мен былай айтайыншы. Ертең астыңызда бір лидеріңіз айына 100 миллион теңге табыс тауып жатса, гарантия беремін, что сіз сол лидеріңізге 4 охранник жалдайсыз. Осы бала аман болсын, ұйқысы дұрыс болсын. Командасына айтасыңдар, мына балаға түнгі сағат 9-дан кейін звондамаңдар. Қалған маған шығып отырыңдар, қалған проблемасын өзім шешемін.
2 водитель жалдайсыздар. 100 миллион. Неге өйткені 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан адам жағдайын кәдісіліп отыр. Бәсе, бізді ай сайын қыдыртуға шақыра береді. Оны ағынан жарым жыл десем. Сөйтсе видеолар марапаттай деген. Енді қараңыз, біз ертең осы 15 күні Вьетнамға ұшамыз, келесі айдың 15 күні Гонконгқа ұшамыз. Компания сол, ай сайын. Біз енді бізді айтып жатыр, мен сұрап жатырмыз, кішкене 2 айдан өтіп келеді, өйткені открытасын жасап, қайтадан қыдыруға кетемін. Осы компанияға кіргенімізге біз алтыншы ай 2 жыл айтып жатыр, бірақ осы 7 рет қыдырып келдік та, өзі шатасып жүрміз біз. Қай жақтан ай сайын алып кете береді. Енді қараңыздар. Сол 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан адамды көрсетейін. Мен жаңа келген қонақтарға көрсетейін деп отырмын. 70 адам Вьетнамға кетіп барады. 70 адам кетіп баратырмыз. Келесі айда Гонконгқа кетіп барады. Ай сайын алып кетеді. Ай сайын алып кетеді. Мына қараңыздар. Бізде Жымылдық корпорациясының маркетинг планында айына қанша табыс тапқым келеді, сол табысты табуға мүмкіндік бар. Ең сұрақ, кім айына 5 миллион тапқысы келеді? Кім айына 10 миллион тапқысы келеді? 5 миллиондар көтермей тұрмыз, көтеріп қойыңыз. Сіздер ойларыңыз 5 миллион көтеріп. 100 миллион. Онда миллиард. Кім айына миллиард тапқысы келеді? 5 миллион қайда жаңа? Охранник кетемейміз. 5 миллион, 10 миллион, 100 миллион, 1 миллиард. Сіз айтқаныңыз охранник кетемейміз. Өте дұрыс. Бізде сол миллиардты Сайрагүл ханым қабылдаған. Біз қабылдай алмадық ол біз. Мара сіздер рұқсат қой. Ана 75 миллион табыс табатын адамды көрсетші деппіз ғой бізде ятайық. Ардаққан қоймайды кешке 7 миллиард табатын адамды кездесіп қызық тұрып тұрған жоқ қана. Сөйтсем Сайрагүл ханым соны күтіп жүр екен. Біз бәріміз 75 миллионды күтіп жүрміз. Сол мидың шектеуі ғой көрдіңіздер ме? Ардаққан ол кезде айына 21 миллион табыс тауып отқанда, ой, не деген күшті деп тағы қалғанбыз. Бір жыл 8 айда жетіп алдық дегендеші. Біз өзіміз соны 2-3 айда жетіп алғаннан кейін ойладық қой, мүмкін екен ғой, қазір миллиард табу. Ана доходқа жетіп алдық қой енді. Сол кісі қазіргі таңда бізде ең үлкен партнеріміз бар. Компанияның основателі емес, әріптестер. Сіз бен біз секілді партнер бір карандаш сатып алып кірген кісі ғой енді, бір сөзбен айтқанда. Көзіне бола, зрениесіне бола кірген ғой. Ағза тазалау арқылы карандашпен көзінің қазір зрениесін жақсартқан. Ол кісіге жасы 60-қа келіп көзінің тасқараңғы болады деген, көрмейді деген ғой. Үмітін үздеген. Сол кісі осы проектіге кіріп, қазіргі таңда айына 7 миллиард 500 миллион табады, сенесіздер ме? Жылына емес, айына. Теңге да? Теңгемен, жүздікімен. Доллармен санаған кезде айына 13 миллион доллар табады. Оны мен доллармен қай кезде есептейміз? Өзбекстанда партиялармен даңқан доллар посчитайды. Сол кезде көрдік адам. Сұмдық ақша табады екен да. Мен айтар, сол мына 7 миллиард 500 миллион доллар атқан адам, мына целый лайнер дейміз, ол круизді. Өз қалтасынан бронь жасаған. 5000 адамын қыдыртқан ғой. Ойлаңызшы, бір апта бойы сабағын беріп, тамағын беріп, бір сөзбен айтқан. Япониямен жау екенді бұлар. Японияға баратын маршруты бар екен, бұл негізі. Сол Японияға бармас үшін бәлембай миллиард төлеген, чтобы сол жолдан өтіп кету үшін. Сол историясын айтып. Біз октябрьде бардық, бірақ сентябрь айында болды, сәл кешігіп қалды, осыдан кіруге болады деп. Бірақ сәл кешігіп. Ардаққан бірақ 8 лидерімен барды осы жаққа. Енді сол масштабты көріңіздер, содан не талқылаймыз, 7 миллиардтан. Миллиардқа дайын болыңыздар. Байқайсыздар ма? Қоңдастықтай бастады. Міне осы кісі. Енді қараңыздар. 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан адам бұл өтіргеміз, компанияның основателіміз. Основателінің басында бұндай табыс таппайды. Маркетинг жүйесі сонысымен күшті да. Енді осындай бизнесті бастау үшін мен достарым шақырған кезде айтсам, досым саған ғана, маған ғана екеумізді Алатауске районында отырамыз. Екеуміздің қорамызда шыққалы уақытымыз жоқ, что рисковать етіп.
мына бизнесті бастасам лағым өліп қалады ау дейтін риск жоқ даже. Нөлде отырып қой деймін да, енді нөлде отырмыз. Дымымыз жоқ, бір сөзбен айтқанда. Неге бастамасқа десе бастайық дейді да тұрғын. Бірақ бізге кім сенеді дейді да, біз аты шақырғаннан бұған адам сене ме дейді. 7 миллиард 500 миллион тауып отқанға сене ме дейді. Мен айтамын, мен түсінген нәрсені сен де түсіндің ғой деймін да. Мен біреуден ақылды емеспін, бірақ біреуден кемде емеспін. Мен түсінген нәрсені сен түсін. Сен түсінген нәрсені басқадан түсінеді ғой деймін, сен неге біреу үшін шешім қабылдайсың. Қорасында тышқақ жоқ адам шақыр деймін да. Басқа вариант жоқ сенде деймін. Ауыр іздемеңдер, бұл жақта ауыр іздесеңдер бастарын бәлеге қалады. Ауыр керек емес. Мен табыс табамын, кредитің жаман деген қазақ талып жаратмын. Жылап жүріп істейді анау бар ғой. Таңертеңнен кешке дейін істейді. Сондықтан мен айтатын, бизнес масштабын істеу үшін бұл жақта бар ғой, традиционный бизнеске қарағанда тез ақша табасыздар. Не үшін білесіздер ме? Потому что бұл бизнес интернетте. Ограничение жоқ, шектеу жоқ. Мен қазіргі таңда бүкіл Қазақстанда партнерларымызбен бірге қазір ақылдасып жатырмыз. Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай, Моңғолияның ішінде. Бүгін сол үшін де мен командаға масштабын түрде тек қана маркетинг үйретуге мен әлем жаулайын деген мықтылар керек. Бұл жүйе бойынша. Бұл сосын бұл жақта всю жизнь пенсияға шыққанша жұмыс жасамайсыздар, қателесіп қалып жүрмеңіздер. Пенсияға шыққанша жұмыс жасау керек екен. Фундамент 6 айда құрасыздар, 6 айдан кейін пенсияға шығасыздар. Ардақ ханымның қазіргі таңда бір күндік табысы білесіздер ме қанша табады? 1,5 миллион теңге табады, күнделікті табыс. Командный бонус айына 45 миллион теңге табады, соны 30 күнге бөліп, біз біреудің ақшасын санағанға күштіміз ғой. Жақсы көремін біз. Ана 7 миллиард 500 миллионды да санап көрген болсын. Ана 2 миллиардты бітірді, 5 миллион бітіре алмады. Ғатып бере қояйыншы деміз команда. Қосын осын бере салайыншы, қалғанда солар бітірсін. 2 миллиард әрең бітірілмін, бүкіл арман мақсатын ұтып қалған әне жазған кез. Сондықтан мен сіздерге айтайын деп отырмын. Қаншалықты глобаль ойланамыз, соншалықты команда өседі екен. Тұрсынбек Қабатов осыны күшті айтады. Жасымыз 40-қа келгенше дейді, үй мен машинаны ойлағанбыз ғой дейді. Ятайды дейді, өзі айтады. Жасым 40-қа келгенше үй мен машинаны ойлағам дейді. До того глобальный, масштабный бір мақсат қоймаппын ғой дейді. Үй мен машинаны ойлап жүре беріппін ғой. Алдында барған кезде 7 миллиард 500 миллион теңге табыс тауып отқан сол партнеріміз, спонсорымыз айтты. Кімде-кім осы проектіге келіп, машинамен үйге бола келсеңдер, онда ұзаққа бармайсың дейді. Сразу дейді. Үй мен машина бұл жақта ерінді. Өйткені қалай? Жымын құдыққа кірдің ба, алтын құдыққа түскенмен бірдейсің деді ғой. Бұл жақтан сен ол жалы болып қайтпасаң, қайта алмайсың. Бірақ тұрақтылық керек. Ойлап қалмаңыздар, кіріп шығып кетті. Тұрақтылық керек. Сондай қазақ, сондай партнерларым бар қазір. Өнім сатып, тек қана өнім сату келеді де, маркетингті білмегендіктен бәкен. Ана компаниямды өнім сатып бір жүреді. Мына компанияны айтам, ана партнерім айтам. Парашют сабын сатып, өз IQ-іңді өзіңді алып түсіріп жүрсің дейді. Ят емес пе, жасың болса 50-ге кел. 50-ден бері 100 сетевойды ауыстырдың, бірде-бір сол сетевойда не машина алмапсың, не квартира алмапсың, ят қайда деймін да. Бір тұрақтылық деген нәрсе болу керек қой. Мен 4 жыл жарым бойы проект іздедім, кейбір қазақтар бар. 1 жылда 4 проект ауыстырады. Не үшін десем, өз-өзіне жауап бере алмайды. Айтам, тұрақталатын проектті келді істеу керек, ол өнім барса сонысы мен күшті деді. Мына жер түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Мен әрдайым айтатын мысалым бар. Әр адамға мынандай балық бар, біз аквариумда балық жүзіп жүреді, кең жерде балық жүзіп жүреді. Осы аквариум ішінде кең жерде балық жүзіп жүреді. Ортасын тоже стекломен бөліп қоясың. Балық кең жерге жүзіп бере қойған, мынаған стеклоға басы соғылады. Бір айдан кейін қарасаң, балық басы соғылмайды, соғылмай, аккуратно жүзіп. Бірақ бір айдан кейін мына әйнекті алып тастайсың ғой. Балық мына бетке өтпейді, ол өз-өзіне шектеу қойып тастап, мына жерде әйнек бар екен. Сіздер қазір мына проектіге шақырып отқан кезде, любой жаңадан келіп отқан адамда ограничение бар. 30 мың 75 теңгенің өзіне ол ойланатын, санайын ба, салмайын ба? Неге? Өйткені оның кредиті келе жатыр, коммунал кісі келе жатыр, баласының садиге келе жатыр да. Сондықтан да соның өзі оған рамка болып есептелінеді. Ол өз-өзіне шектеу қойып қалған, ограничение қойып қалған. Ал сіз ол адамға тек қана өнімді айтсаңыз, ол денсаулығына бола алуы мүмкін, немесе кейін аламын деп кетіп қалуы мүмкін. Бірақ ол адамға сіз маркетинг планы, мүмкіндікті көрсетсеңіз, компания франшизасын сатсаңыз, 30 мың 75 теңге салып, айына жоқ дегенде миллион табамын десе, ол ойланбай салады. То есть 10 минут түсіндіресің, 15 минутта регистрация. Түсінікті ғой?
То есть ол адамға мына рамкасын сындыру керек, түсінікті болу үшін. Түсінікті ғой. Ал енді қараңыз, миллиард табыс табуымызға сенімді болып отырсыздар. Егер мына балық миллиард табыс табатынына сенімді болса, аквариумнан секіріп кетеді де құрлықта жүзе береді. Топырақтың үстінде. Уверенность көп қой. Түсінікті ғой. Сондықтан сондай сенімділік беру керексіздер адамға. Потому что бұл екі адам шақырғаннан қара бет болмайтын, өнім күшті болатын проекті тұрған кезде абыроймен түсіндіріңіздер. Қазіргі таңда командамда бухгалтер де бар, блогер де бар, бизнесмен де бар, кәсіпкерлер де бар. Ешқайсысы жауап жасамайтын жоқ, өйткені жүйесі осымен күшті. Система күшті, бизнес күшті. Түсінікті ғой? Сұрақ бар ма? Жаңа келген қонақтар қайтадан қол көтересіздер ме? Сіз? Бірінші рет келді. Әді сіздер. Осы келген 4 адам екен санаулы. Аға, бастаймыз ба бизнесін? Не умердіңіз? Сіз тәте. Бастаймыз. Бастап қойдым. Сіз? Бастайсыз. Мен сетевойда вообще бұл көрмеген бірінші күшті. Онда миыңыз таптасасын. Миыңызда мусор жоқ сіздің. Біздікі жасаймын. Сұрақ бола ма? Мен шақырған Иә. тыңдап қайтам болған. Ой, нет, это не мое. Осы сіздікі ма? Иә. Қараңызшы, мен соны айтайын деген ғой. Мына маркетингте бір анандай бір орысша айтқан бір изюминкасы бар, байқайсыздар. Бір жер тартып тұр. Ана бар. Ұнатып қалған қыз болса барып айтамыз, осы сен маған бір жер ұнап тұр, бірақ қай жер ұнамай тұрғанын білмей тұрмын. Сол сияқты бір жер ұнап тұр, байқайсыздар ма? Бірақ қай жер ұнағанын білмейсің. Айта беріңіз. Просто бір нәрсе түсінбек, короче, қазір на данный момент 60%-ке жету керек. Иә, 60% ол накопительный еще. Шектеу қоймағанда. Қаламасаңыз да шығасыз, жүйе сонысымен күшті да. Шектеу қоймаған. Сондықтан айтып тұрмын ғой. Андай қазіргі таңда көп ойланатын заман емес, байқайсыздар ма? Қазір сонда квантовый заманда, қазір не ойлайсың, сол тез болады. Біреуге қазір жамандық жасап қойсаңыз, бұрынғыдай асықпай келмейді қазір. Біреуге жамандық жасайсың, маңдайыңыздан тақ еткізеді қазір, сондай заман емес. Өйткені алдында тәтенің статусының, тәтен күшті жазған. Жер бұрын 8 герц айналса, қазір 40 герц тез айналады. Қазір квантовый медицина не ойлайсың, сол нәрсе болады. Квантовый скачок, квантовый поле дейді ғой. Ойланудың қажеті жоқ. Қаншалықты тез шешім қабылдайсыздар, соншалықты тез жұмыстарыңыз жүреді. Қаншалықты тез презентация жасайсыз, соншалықты адамыңыз тез шешім қабылдайды. 10 адамды мен солай жасап көрген, 10 адам презентацияға шақырам, 8 адам иә дейді, біреусі ақша іздеп кетеді, біреусі ойланамын деп кетіп қалады. Ойланамын. Бірақ ол ойланамын деп кетіп қалған ерунда екен, оказывается, ол сені наблюдать етіп жүреді екен, осы қаншалықты результат жасай алады екен. Осы Дархан действительно миллион табам екен. Дархан действительно 20 миллион табам екен, Дархан действительно 30 миллион табам. Қазір командамда статусымнан көріп отыр, бүкіл класстастарым ғой, класстастарым. Дархан, әйеліңізді тіркеп қойсақ бола ма? Әйелің қажет емес деп. Сен бірінші өзің тіркелесің, сосын бәрі әйелің тіркесін, сен әйеліңмен алысып жүрген міндетті емеспін деп. Тіркелесің ғой, өзің тіркел. Мен қазір айтамын, саған зәру емес, мен бастаған кезде бірге бастауым керек еді. Сол кезде сен маған керек болдың досым. Рас қой, мысалы қараңдар. Бір досыңыз шақырасың, мен наубайхана ашайын деп жатырмын деп, досыңыз шақырасыз. Сіз наубайханаңызды гүрілдетіп жүргізіп тастадыңыз, сол бүкіл микрорайонды алып алдыңыз. Сізге пассивный доход түсіп отыр. Әбден наубайханаңыз көтерілгеннен кейін сіздің досыңыз келіп, мен партнер боламын деп келгеннің қажеті жоқ ма? Мен айтамын, сен сол кезде келуің керек. Досым сол кезде айттым ғой mesela. Әбден мен қазір айтамын, мен командамен үлгермей жатырмын, сен кейін келгеннің пайда жоқ. Сондықтан әйелін тіркеп қойсаң бола ма, баланы тіркеп рөл ойнамайды, бірінші өзің тіркелесің. Өзің менімен бірге жұмыс жасайсың, мен базовый білімді үйретемін саған бір аптаның ішінде. Сосын барып әйеліңді алып келесің, сосын бірге жұмыс жасайсың. Сол кезде масштаб кетеді. Аға. Енді, әріптестер, түсінікті ғой жалпы. 3 партнер шешім қабылдады, ағам ойланып отыр. Аға, уақыт береміз, аға, асықпаңыз. Уақыт береміз. Енді, кімде кім? Алла болса, біз 6 айдың 6 күні компанияны официально ашылды. Осы Джимун Групп корпорациясы бүкіл дүйім жұртқа дейміз ғой. Бүкіл алаш жұртына жар салатын кез келіп отыр. Официально открытасын жасаймыз Джимун Групп корпорациясын. Сол жаққа кім келеді? Жаңағы 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан адам келеді. Компанияның президенті келеді. Одан кейінгі миллиард тауып отқан, 2 миллиард, 3 миллиард тауып отқан партнерларымыз да келеді. Тек қана 7 миллиард емес. Одан кейін Жан Мырза бар, Ардақ ханым жолдасымен келеді. Сол жақта открытый ашылу салтанатына Бақша сарайда манағы сол кісінің бір күн ашылу, екінші күн сол кісінің сабағында, тренингінде боламыз. Мына 7 миллиард 500 миллиард.
сол ашылу салтанатына Бақша сарайға билет алып алыңыздар. Құны бар жоғы 26 мың теңге ғана. 26 мың теңге ғана. Оны өзіңізге бола сатып алмаңыз. Өзіңіз сатып алыңыз, өзіңізбен қоса 10-20 адамға билет сатып алыңыз. Түсінікті ғой? 10-20 адамға. Ол жақта құнды сыйлықтарға дейін болады. Иә? Сол партнерларыңызға сатып алыңыз. Мықты лидер, басқа компанияның сетевой лидерларында мықты лидерларға сол билетті беріңіз, подарить етіңіз. Ол сізге бәлембай миллиард болып қайтады. Бар жоғы 26.500 теңге бізде санаулы ғана билеттер қалды. Не үшін Сайрагүл ханым билеттің біразын ұстап алып отыр? Өйткені Қытайдан келген, Қытайларды көрдіңіздер ме алдында офисқа келген? Солар залдың жарты билетін сатып алайын деп отыр бізге берді. Сайрагүл ханым бермей отыр. Бірінші команданы сатып алды. Ешкімге бермеді. Сондықтан сол билетті QR бар Сайрагүл ханымның наличкаға сатып алыңыздар билетті. Міндетті түрде алдыңғы қатардан орынбай алып алыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Онда құттықтаймын әріптеске. Рахмет. Қазір партнерлар, мен мынаның өзін 2 сағатта айттым, обучение 2 сағатта кетеміз. Сұрай болады? 26 мыңға билет сатылған, ол 7 миллион. Сол 7 күнде соған жарайды, сол 26 мың.